Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын және бір жасағаннан шығатын ауызашарда шаймен ішкенге печенье рецептін ұсынамын. Алдымен жұмыртқамызды алып, үстіне айран сода қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін сұйық май және де қант салып, тағы да араластырып аласыздар. Жақсылап араластырғаннан кейін барып, ұнды міндетті түрде електен өткізу қажет. Електен өткізілген ұнымызды біртіндеп қосып, жұмсақтау етіп қамыр илеп шығасыз. Қамырыңыз қатты болуға болмайды. Еленген қамырымыз міне дайын. Енді осыдан 15-20 граммдай етіп алып шарықтап пергаментімізге тізіп шығамыз. Үстін әрқалай сәндесеңіздер болады. Мен шарықтағаннан кейін үстіне арахис және пістенің дәнегі болған, соны сеуіп шықтым. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, содан кейін қалауларыңыз бойынша арахисті ұсақтап сепсеңіздер болады. 15-20 минутқа 200 градуста ысып тұрған пеште пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады және балалар да сүйіп жейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де мен каналыма тіркелуді және лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Bolumuza ait biz kettik. Ne yapalım?